Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3 сынып қазақ тілі. Менің сабағымды көруден алдын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда 2 және 3 сыныпқа арналған математика және қазақ тілі пәндері жүргізіледі. Бүгінгі сабағымыз 96 сабақ, мәтінді оқы. Менің бабам Имаш орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы кісі болатын. Әкем Момынәлі сол шымыр шалдың 4-ші перзенті екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты қыз тумас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Жарықтық аса ажарлы, ақ дидарлы кісі болатын. Бауыржан Момышұлы. Сын есімдерді тауып, олардың дара немесе күрделі екенін айт. Мәтіннің авторы туралы білетініңді әңгімеле. Орта бойлы, бұл жерде күрделі сын есімдер. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы. Бұлар күрделі сын есімдерге жатады екен. Шымыр, сары, ажарлы, дидарлы деген сөздер дара сын есімдерге жатады екен балалар. Осылай екі түрлі сын есімнің жазып қоясыздар балалар. Және автор туралы, Бауыржан Момышұлы туралы кішігірім мәтін жаздық балалар. Көшіріп жазып аласыздар. Бауыржан Момышұлы Жамбыл облысы Жуалы ауданында туылған. Ұлы Отан соғысында ерлік танытқан қазақтың батыры. Бауыржан өте ақылды, салмақты, қатал адам болған. Кеңес одағының батыры, жазушы, әскери қолбасшы, стратег және мықты тактик болған. Көрдіңіз бе балалар, Бауыржан Момышұлы біздің атамыз өте батыр, қазақтан шыққан батыр адам болған. Бізді, халқымызды жаудан, дұшпаннан қорғаған. Келесі жаттығуымыз 50-ші жаттығу. Өлеңді оқып жатқа жаз. Ала таңнан тұрып ап, Құба жонға барамын. Ақ боз атқа мініп ап, жұлдыз дайын ағамын. Бұл жерде өлеңді жаттап алып, одан кейін жазасыздар балалар. Көшіріп. Сын есімдер тап, олар қай заттың сынын білдіріп тұр. Мысалы, бұл жерде сын есім ала, таңнан деген сөз таңның сынын білдіріп тұр. Құба жонға, құба деген сын есім жонның сынын, құбасын білдіріп тұр. Ақ боз атқа деген сөз ақ деген сын есім аттың сынын білдіріп тұр. Ақ боз ат екенін айтып тұр. Дәл осылай астын сызып қойсаңыздар болады балалар сын есімнің, немесе астына бөлек сөздерді жазып қойдым мінекей. Соларды көшіріп аласыздар. Келесі жаттығуымыз 51-ші жаттығу. Затты берілген белгілер бойынша тап дейді. Мысалы, біріншісі сопақ, қызыл, ащы. Бұл не балалар? Бұл бұрыш балалар. Біріншісіне бұрыш деп жазамыз, яғни үйде жейтін ащы бұрышымыз жатады. Екіншісі жыртқыш қу. Қайсы жануар қу болады? Түлкі қу болады. Екіншісіне түлкі деп жазасыздар балалар. Үшіншісі ашық, жылы, кейде суық дейді. Ол не болуы мүмкін? Бұл күн деген сөз. Яғни күн ашық болды, жылы болды деп айтамыз. Үшіншісі күн болады. Ал төртіншісі сүр қорқақ дейді. Ең қорқақ жануар және сүр түсті жануар қай жануар? Ол қоян. Төртіншісіне қоян деп жазасыздар балалар. Дәл осылай көп нүктелердің орнына сөздерді жазып шығамыз. Келесі жаттығуымыз 52-ші жаттығу. Заттың сынын білдіретін сөздерді тұсындағы тиісті сөздермен сәйкестендір дейді. Мысалы, бірінші сөзде ащы, тәтті, қышқыл. Бұның барлығы не ол? Дәм. Дәмдерді айтамыз, е? Оны дәмі деген тұсқа жазамыз. Дәмі мінеке жазып қойдым балалар. Келесі сүйір, сопақ, домалақ дейді. Бұл неге деген сөз? Бұл заттың пішіні. Ал келесі сөздер кіші, үлкен, ұзын. Бұл не деген сөз балалар? Бұл көлемін айтамыз, е? Кіші немесе үлкен деп. Ол заттың көлемі болады. Ал қызыл, қара, сары деген сөздер бұл заттың түсін білдіреді.
Яғни осының барлығын біз балалар сын есімдер деп атаймыз. Заттың сынын білдіретін, қандай деген сұраққа жауап беретін зат есімді сын есім деп атайды екенбіз. Бүгінге осымен сабағымыз аяқталды балалар. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.